Тіл асты сүйегінен төмен орналасқан мойын бұлшықеттері. Бұл топ бұлшықеттеріне де негізінен 4 бұлшықет жатады. Бірінші бұлшықет төс тіл асты бұлшықеті musculus sternohyoideus. Жалпақ, енсіз келген, төс сүйегі тұтқасының кеуде қуысына қараған бетінен және төс бұғана буынының, яғни артикуляция стерна клавикуляристің артқы бөлігінен басталған, өрлеме бағытта өтіп тіл асты сүйегінің денесіне барып бекитін жұп бұлшықет болып табылады. Негізгі қызметі жиырылған кезде тіл асты сүйегін төмен қарай тарту болып табылады. Келесі төс қалқанша бұлшықеті мына суретте жасыл болып көрсетілген. Musculus sternohyoideus. Жалпақтау келіп, төс тіл асты бұлшықетінің артқы қапталында орналасқан болып табылады, және бұл бұлшықет төс сүйегінің тұтқасымен бірінші қабырғаның шеміршектік бөлігінен бастау алып, өрлеме бағытта өтіп, қалқанша шеміршегінің қиғаш сызығы линия обликуаға барып аяқталатын болып саналады. Жұп бұлшықет. Негізгі қызметі мына көмейді төмен қарай тарту. Келесі бұлшықет қалқанша тіл асты бұлшықеті. Бұл осы суретте қызылмен белгіленген. Musculus sternohyoideus, яғни төс қалқанша бұлшықеттің тікелей жалғасы болып табылады. Қалқанша шеміршегінің қиғаш сызықшасы линия обликуадан бастау алатын болып саналады және жоғары қарай бағытталып, тіл асты сүйегінің үлкен мүйізінің бүйір қапталына барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі көмейді тіл асты сүйегіне қарай тарту болып табылады. Келесі бұлшықет жауырын тіл асты бұлшықеті Musculus omohyoideus деп аталады. Пішіні ұзын және де жалпақтау келген екі қарыншадан тұратын өзара сіңірше арқылы байланысатын бұлшықет. Сіңіршесі міне осы жерде болу керек, бірақ мына суретте айқын байқалмаған секілді. Екі қарыншасы болады. Біріншісі төменгі қарыншасы venter inferior деп аталады. Ол жауырын сүйегінің жоғарғы тілігінің көлденең байламынан бастау алатын болып саналады және өрлеме бағытта өтіп, латеральды және алдыңғы сатылы, яғни терең орналасқан мойын бұлшықеттерін орай өтіп, төс бұғана емізік бұлшықетінің артқы бөлігінде қарыншаралық сіңірше арқылы бұл бұлшықеттің мына жоғары қарыншасына қарай ұласатынын көреміз. Жоғарғы қарыншасы, яғни venter superior, төменгі қарыншаның тікелей жалғасы болып саналады және қарынша өрлеме бағытта алға және жоғары қарай өтіп, тіл асты сүйегі денесінің төменгі жиегіне барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі мына жауырынды ықшамдап ұстаған жағдайда тіл асты сүйегін төмен және де артқа қарай тарту болып табылады және бұл бұлшықет жиырылған кезде осы мойында бізде ішкі мойындырғы вена деп аталатын вена өтеді, яғни вена югуляris interna. Осы венаның өту жолын кеңейтіп, вена қанының жүрекке қарай еркін өтуіне өз ықпалын жасайтын болып саналады.